Назарбаевтар әулетінде не болмақ. Ассалаумағалейкум, армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерінен болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Назарбаевтар әулетіне жақын танымал дінтанушы әрі қоғам қайраткері Бейбіт Сапаралы Садақ медиа агенттігінің дүрбі жобасына берген сұхбатында елдің бұрынғы президентінің туыстарына айтқан ренішін жеткізді. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаев 2014-2015 жылдардан бастап айналасында ескерту жасап отырған. Нұрсұлтан Назарбаев өзінің айналасына, туыстарына 2014-2015 жылдардан бастап ештеңеге араласпаңдар, ештеңеге бармаңдар, біреудің бір нәрсесін тартып алмаңдар, әлжеттілік жасамаңдар, біздің атағымызды пайдаланып бір нәрсеге істемеңдер деп қатты айта бастады. Мынау ковидтен кейін біраз уақыт өтті ғой. Болат Назарбаевтың әйелі қайтыс болды, басқа нәрселер болды. Бөкеңнің өзі ол кезде ауыр жүрді. Сол кезде куә болғандардан бірі естігенмін. Ол жерде елбасының өзі болған. Інісі Болат, қарындасы Әнипа, сосын Самат болған. Қайрат Сатыбалды ол кезде түрмеде еді. Сол кезде ол кісі қатты өкпелеп, іште жиналған қалған реніштерменен айтты деп естідім. Сендер мынадай нәрсені бүйттіңдер, мына жерде осындай ақау жібердіңдер, маған сөз келтіріп жатсыңдар, маған жақсылық жасаудың орнына сөз келтіріп жатсыңдар, мен қанша рет ескерттім деп ол кісі қатты ашуланған екен дейді Бейбіт Сапаралы. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.